кәсіби бокстың деңгейі дамуы үшін біраз уақыт керек. 2 жылдай жүрді ғой, өзін өзі таба алмай. Тойдағы бұзақылардың төбелесін баяндап отырғандай да, мынаған немене келдік, бұлардың бокс жағынан, кәсіби жағынан деңгейлері өте төмен боксшылар. Армысыз боксер қауым, бүгін бізде қонақта Қазақстан кәсіпқой бокс федерациясы президентінің кеңесшісі, BMG промоутерлік компаниясының директоры Болат Тоқтарұлы Манкенов. Болат Тоқтарұлы, қош келдіңіз. Саламатта. Бірінші сұрағым, бұл қазір сіз 2 қызметті қатар алып жүрсіз. Жалпы осы жайында қазір немен айналысасыз, жұмысыңыз жайында айтсаңыз. Енді 2 қызмет деген бұл ресми түрде емес шығар. Мен әрине Қазақстан кәсіби бокс федерациясында 92 жылдан бастап 2007 жылға дейін вице-президент болдым. Құрылтай жиналысында сол тағайындады, бірақ бұның бәрі менің қоғамдық жұмысым. Мен сол осы 92 жылдан осы кезге дейін ешқашанда кәсіби бокс федерациясынан жалақы алмайтын, бірақ менің негізгі қоғамдық жұмысымыз. Кәсіби бокс федерациясының барлық көптеген басшылары, президенттен бастап вице-президенттер, олар ешқашанда кәсіби бокс осы қоғамдық мекемеде жалақы алмайды. Жарғы бойынша бас хатшы мен есепші адам жалақы алады, қалғандарының бәрінің жұмысы осы қоғамдық жұмыс. Бізде қазір Қазақстан кәсіби бокс федерациясында осы биылдан 5 вице-президенті бар, президент бар, бас хатшы бар, сосын 11 атқарушы комитетінің мүшелері бар. Олардың бәрінің жұмысы сол қоғамдық жұмыс. Қазіргі мына жаңадан келген осы біздің федерацияның атқару мүшелері өте жақсы жігіттер. Нұржан Бекшеновты айтқым келеді. Өте өзі кезінде бокспен айналысқан жігіт екен, үлкен кәсіпкер. Біздің жарғымыз бойынша жобамызды бәрін қойған мақсатымыз бар, алда соның бәрін қадағалап отырады, түсінеді бәрін. Қазір Виталий Демьяненко мына 2 жыл болды, бір жылдай бізбен сөйлеспей жүрген, ол анау өзінің көзінің жарақаты бойынша оны боксты қойдырғанбыз. Себебі клиникада айтты, бір күнде көзінен соқыр болып қалуы мүмкін, көзінен айырылып. 2 жылдай жүрді ғой, өзін өзі таба алмай. Қазір енді ағылшынша тілді жақсы біледі, сосын боксшыларды Америкада 3 жылдай тұрды, Лос-Анджелеста көптеген менеджерларды біледі, боксшыларды біледі, жүйені біледі, жақсы. Қазір енді жақсы бір бас хатшы болды, федерацияның өзін өзі тапты, қазір соған қуанамын. Сіз кеңесшісіз. Бұл себебі қоғамдық мекеме болғаннан кейін бәрінің негізгі жұмыстары бұл хобби ретінде де. Әрине біз 93 жылдан бастап көптеген халықаралық кәсіби бокс мекемелердің мүшесі болдық. Содан бері солардың жарғыларын, қағидасын, жүйелерін қолдаймыз. Қазіргі елімізде кәсіпқой бокстың, федерацияның атқарып жатқан жұмысы, жеткен жетістіктері, проблемасы мен алдағы жоспарлар қандай? Кәсіби бокс осы кәсіби спорттың арасында бұл негізгі спорт емес, спортшылардың негізгі кәсібі ретінде қарауымыз керек. Себебі олимпиадалық бокс бар, әуесқой бокс бар, ал кәсіби бокс деген ол мамандық, ол шеберлік. Сондықтан да біздің федерациясының бастапқы 3 қағидасы бар. Ол бірінші қадағалау, екінші ақпарат беру, үшінші кооперация дейді, бірлесу. Осы 3 бағытта негізгі біздің жұмысымыз осы кәсіби бокстың еліміздегі кәсіби боксшылардың бастапқы бірінші мәселесі ол денсаулығын сақтау, байқау. Бұл енді өзіміздің әрбір боксшы, Қазақстандағы боксшы өзінің мамандығын кәсіби бокс ретінде алғысы келсе, біз оларды әрине біріншіден тексерсең, денсаулықтың бәрін, содан кейін анкетасы бар, өзінің әдейі соның бәрін толтырады. Қаншама жыл осы бокспен айналысқаны, оның денсаулығы, екіншіден қанша кездесу, қанша жекпе-жек өткізді, ешқандай проблемасы жоқ па. Содан кейін өзіміз сол лицензия беріп, бұл лицензия барлық дүние жүзінде біздің берген ресми лицензиямызды қабылдайды. Бокс қоғамы.
Сондықтан да бүкіл дүние жүзінде өтіп жатқан осы кәсіби жарыстарға біздің Қазақстан боксшылар, осы біздің Қазақстан бокс федерациясының атынан әрбір жарысқа егер медициналық түрде, денсаулық түрде өтіп тұрса, бәрі жақсы болса денсаулығы, ол барлық жарыстарға қатысуына әбден мүмкіндігі болады. Қандай проблемалар бар? Енді проблемалар ешқандай жоқ, себебі біз қоғамдық мекеме болғаннан кейін біз ешқашанда біздің бюджеттен, үкімет тарапынан ешқашанда ақша сұрамаймыз. Негізі біз спонсорлар бар, содан кейін белсенді азаматтар бар. Сол жыл сайын төлейтін мүшелік взностарымыз бар. Соған белсенді азаматтарымыз көмектеседі. Сосын рекламалық пакеттер бар, бірлесу деген бар. Содан кейін мына боксшылардың лицензиясы жылына 30 мың теңгедей төленеді. Содан кейін бапкерлер бар, төрешілер бар, сосын промоторлардың өздерінің мүшелік төлемдері бар. Солар арқылы өзіміздің проблемаларымызды шешіп отырамыз. Бір сұхбатыңызда Қазақстандағы кәсіпқой бокстың индустриясы жоқ, телевидение дамымаған деген екенсіз. Негізі бұл бізде егер мысалы кәсіби бокстың меккесі Америка деп айтады. Қазір Европада да жақсы дамып жатыр. Бұл кәсіби бокстың төңірегінде көптеген коммерциялық ұжымдар жұмыс істейді. Бір жұлдыздың төңірегінде мыңдаған адамдар жұмыс істеп табыс табады. Соның бәрін осы индустрия деп айтамыз. Ең бастапқысы әрине бұл телевидениенің дамуы. Маркетинг бар, маркетологтар ұжымдары көптеген жұмыс істейді. Ол боксшының келбетін, киімін, жүрісін, оның сұхбат беруін бәрін қадалап отырған өздерінің пиар менеджерлері бар. Ол мықты талантты кәсіби боксшыдан бір үлкен, бір әйгілі тұлға жасайды. Соның бәрі сол кәсіби бокс индустриясына кіреді. Әрине, бұл қызығушылық теледидар көрермендеріне де қызығушылық тартылады. Сондықтан да сондай тұлғаларды, сондай жекпе-жектерді сол промоторлар, менеджерлар, осы төңірегінде жүрген адамдардың бәрі дайын алып келіп беріп отырады. Сол үшін әрине телекомпаниялар, үлкен медиа холдингтар олардың жекпе-жектерін, олардың әрбір сұхбатын бәрін контрактпен сатып алып, қыруар қаржылар төлеп отырады. Сондықтан да енді бізде ондай дамыған индустрия жоқ. Біріншіден, бұл да Америкада, Европада бір күнде қойылмаған нәрсе. Сондықтан да мен ойлаймын, қазір бұның бәрі эволюциялық түрде біздің Қазақстанда даму керек. Бізде не бар? Бізде көптеген боксшыларды, кәсіби боксшыларды, спортсмендерді, кәсіби бұларды, мысалы, маркетологдардың тілдері бойынша бұл продукт деп айтады. Мысалы, бұл бізде боксшылар бар. Өзіміздің бокстың дәстүрі 30 жылдан бастап келе жатқан талай олимпиадалық чемпионымыз бар. Қазір енді міне 90 жылдан бастап көптеген біздің боксшылар құрлықтық белбеулер жеңіп алған кездері болды. Алғаш дамыған кезде әлем чемпионы болды Василий Жиров, осы біздің Қазақстан шыққан. Аманбаев, ағайынды Сихимбаевтар осы кәсіби бокста 90 жылдары құрлықтық белбеуді жеңіп алды. Бүкіл әлемдік бокс ассоциациясының бір бөлімінің белбеуін. Сондықтан да мен ойлаймын, бізде кәсіби бокстың деңгейі дамуы үшін біраз уақыт керек. Себебі 2006 жылдан бастап мен мемлекеттік жаттықтырушы болып жүрген кезде осы Алматы қаласында 1,5 миллионның тұрғындарға 3 жерде ғана бокс залдары. Ол мынау центральный стадионда, содан кейін Темірдос деген, содан кейін Шаңырақта болды. Одан басқа залдар өте аз болды. Қазір 10 жылдың арасында осы Алматы қаласында қаланың әрбір ауданда, шағын аудандарында осындай зал, бокс залдары ашылып жатыр. Жеке меншік, жағдайлары бәрі дұрыс, барлық жағдай жасалған жаттығу үшін. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл бірінші саты осы индустрияға кіретін. Екіншіден, мерчендайзинг дейді, ол мысалы біздің атақты спортшылардың, сосын мынау спорттық киімдерін, майкаларын сату, ол да бір ағын.
осы спорттың индустриясы. Қазір жақсы үлкен ареналар салынды, елімізде көптеген ашылып жатыр. Онда да үлкен әлемдік деңгейде жарыстар өткізу әбден мүмкін. Бірақ әрине қазіргі кезде әлемдік экономикада біраз құлдырау болып жатыр. Көптеген егер біздің елімізде бәсекелі компаниялар құрылса, әрине олардың өздерінің тауарларын ары қарай дамыту үшін спорттың бір ағыны бар, ол рекламный пакет дейді. Рекламалық, мысалы, рингтің төңірегін, рингтің қапталдағы жазуларын бәрін, барлық шығындарын жауып отыруға мүмкіндік береді. Және де біздің боксшыларға, спортшыларға сол кәсіби ретінде гонорарларына әсер етеді. Телевидениядағы жалпы комментаторлардың жұмысына қандай баға бересіз? Кей кезде біздің қазақ тілінде комментаторлар алаңда не болып жатқанын айтып жатқан кезде мен дауысын өшіріп қоямын. Қазір негізі бокстың терминологиялары бар өзінің. Соны қазір біздің жобамыз бар, осы биылдан бастап қолға аламыз. Себебі осы өткен жылдары талай, осы 2 жылдың ішінде талай қазақша комментаторлар көптеген сол шаршалаңда болып жатқан нелерді айтып отырған кезде тура құлаққа енді бір тойдағы бұзақылардың төбелесін баяндап отырғандай да. Сондықтан да мен ойлаймын, негізі қазір біз филологтармен, жақсы мамандармен өзіміздің қазақтың мәдени тілінде, әдеби тілінде жақсылап бір синонимдар бар ғой, бірнеше. Топоним, синоним дейді. Сол кісілермен ақырындап сөйлесіп, осы біздің бокстағы көптеген терминдерді қазақ тілінде жақсылап аударып, соның аудармасын шығарып, түсініктеме беріп, сондай комментаторлар болса, оларды бәрібір оқыту керек. Оған мамандар кірісу керек, филологтар кірісу керек. Сондай бір жобамыз бар федерация артында. Құлаққа балғамен тигендей болмай, сондай өзіміздің мәдени тілмен бағдарлап отырса, онда әрине жақсы болар еді бізге. Соңғы 3 жылда 9 промоутерлік компания ашылған екен. Сіздер қандай қолдау көрсетесіздер? Сонымен қатар осы менеджментті қалай дамытуға болады? Федерация халықаралық ереже бойынша біз бірде-бір матчты қаржылауға құқығымыз жоқ. Ол жарлығы бойынша. Біздің бастапқы көмегіміз бұл біріншіден салмақ өлшеу рәсімі, бас төрешіні тағайындаймыз, төрешілерді тағайындаймыз, реферилерді тағайындаймыз. Содан кейін барлық ереженің бұзылмауын ресми түрде қадағалап отырамыз. Екіншіден, боксшы мен промоутердің арасындағы келісімді біз қадағалап отырамыз. Заң бойынша егер бұзса, ол заң бойынша өзінің жауабын береді. Жауабын, боксшының алдында. Егер боксшы бұзса, промоутерлық. Сондықтан да біз сондай бір белгілі бір жүйемен жұмыс жасайсыздар. Сол жүйеде әрбір қаладағы болып жатқан жарыстарда заң бойынша қалалық әкімшіліктерге хат жолдап, әрине халықтың қауіпсіздік жағынан, сонан кейін өрт сөндіру, медициналық жағынан, сол жағынан көмек береміз. Екіншіден, сол жарыстың өткеннен кейін протоколдардың бәрін бокс-рекке жібереміз. Ол бокс-рек бізбен әр күнде қарым-қатынастамыз. Сол боксшылардың рейтингтерін тізімге кіргізеді олар. Біздің федерацияның әрине бір жақсы бір менеджерлер болса екен деп ойлаймыз. Бірақ біздегі көптеген жігіттер бар, белсенділер келеді бізге. Бірақ олар ойлайды, 1 жыл, 2 жылдың ішінде керемет қаржы табам, осылар жібереміз. Біз айтамыз, бір 10 жыл керек кемінде. Сондай азаматтар болса екен деп ойлаймыз, сондай тұлғалар болса екен деп, сондай бір кәсіпкер, пысық жігіттер осы кәсіби бокстың төңірегіне келсе, біздің боксшылардың осы қойған мақсаттары кішкене тезірек жеңілдеуші. Қазір енді Қазақстанның негізгі спорттың төңірегінде жүрген функционерлер проблемасы сол мықты менеджерлер, спорттың жанында жүрген функционерлер сауатты болса екен деп ойлаймыз.
Сонан кейін әрбір боксшы жоғары деңгейге шығу үшін кемінде 5-10 жыл керек. Соған сол боксшылардың жанында бірге болатын менеджер болса, әрине біздің жаңағы айтқан сұрақтарыңыз ол жігіттердің жолдарын тезірек ашуға өздерінің себебін береді. Промоутерлар бізде 9 компания бағана айтып кеттік. Әрине оның бәрі елімізде болған экономикалық жағдайға байланысты. Әрине керемет көптеген мықты компаниялар болып жатса, өзім еліміздің қабілетті көптеген компаниялар болса, онда әрине промоутерлардың жұмыстары алға жүреді деп ойлаймыз. Екіншіден әлеуметтік жағдайды қолдап жүрген белсенді азаматтар болса, ол да жақсы болар еді. Өзіңіз басқаратын BMG промоутерлік компаниясында қанша боксшы бар? Қазір енді экономикалық дағдарыс болғаннан кейін біз 3 жылға оны тоқтатып қойдық. Себебі енді промоутерлік компания ол боксшыларды келісімшартқа бір кездесуге келісімшартқа отыруға болады не 5 жылға, 3 жыл, не 5 жылға. Промоутерлік компаниямыз 5 жыл Виталий Демьяненкомен келісімшартым болды, менеджерлік. Ал қазір осы 2016 жылы бір кездесу өткіздім. Қазір енді оны жауып қойдық, себебі спонсорлар содан кейін экономика өте қиын, және әлемдік қазір дағдарыс болып жатыр, еліміздегі біраз экономикалық дағдарыста, сондықтан да көп рекламалық пакеттеріміз ешкімге қызық емес. Сондықтан да кәсіби бокс бір матч ұйымдастыру үшін оны жақсы ұйымдастыру керек. Әрине өте арзан боксшылар болады, деңгейлер өте төмен. Оларды мысалы рингқа шығарса келген жанкүйерлер олардың көңілдерін шықпайды. Ертең айтады, мынаған немене келдік, бұлардың бокс жағынан, кәсіби жағынан деңгейлері өте төмен боксшылар. Сондықтан да ол өте қауіпті, себебі ертең сен келесі матч өткізсең, ертең айтады саған, ой, бұл қайдағы бір өте деңгейі төмен боксшылар, көптеген сөздер, сындар айтып кетеді, ол жағынан келісеміз. Сондықтан да промоутерлық жұмыс осы жағдайда әрине қадағалап отыру керек промоутерлық компанияларға. Ал жоғары деңгейлі боксшылар, әрине олар негізі матчтың бюджеті жоғары болу керек. Сондықтан да бұның бәрі әрине нарық шешеді. Сосын әрине әрбір ұйымдастырған сенің жекпе-жектерің ол жанкүйерлердің көңілінен шығу керек. Индустрияның өзі содан басталады. Сұхбатты тамашалап, бізбен бірге болғаныңызға алғыс білдіреміз. Келесі санымызды өткізіп алмас үшін арнамызға жазылыңыз. Пікір қалдырып, лүпіл басуды ұмытпаңыз.